Сәлем достар, сәлем баршаларыңызға, каналыма қош келіпсіздер. Бүгінгі күл сіздерге оксалис, яғни кислица деп қоямыз, оксалис деп қоямыз. Қазақтарда көбелек гүл деп қоятын осындай гүлдің сіздерге сортын таныстырмақшымын. Және де бұның басқа да көптеген сорты бар. Қазақстанға жететін сорты санаулы 5-6 сорты бар. Вулканический цвет, яғни кішкене қызғыш цвет болады, вулканический цвет және сары түсті цветтер, олар как ветвица етіп алады, яғни былай айтқан кезде сингониум гүлі сияқты қырқып, мысалы бір пучок өскенде былай қырқып алып, ары қарай сол пучогымен бірге тамырлатып отырғыза беретін пучокпен алдағы уақытта таныстырам. Әртүрлі қазіргі мендегі түрі осы чисті 3 құлақты жасыл, және де осындай қазір енді ашылып тұрған жоқ, уже көлеңке түсті, 4 құлақты осындай жасылға күлгін түс түскен, яғни біз кислицаны осындай түспен танимыз ғой, фиолетовый күлгінді. Сондай түс түскен осындай жасыл. Бұл дотти деп аталады. Жасыл түсінің сортын қазір ұмытып тұрмын. Енді қараңыздар, бұл жерде қазір сіздерге бұл гүлдерді жалпы қалай өсіру керек. Бұлар, мынау мысалы осы сорты, именно осы сорты луковицадан өседі. Яғни пиязшық. Оның бір дәлелі, міне осы мыналардың астына бір пиязын салып, мен фитильный полив жасап, яғни шнуркамен су ішетін қылып, міне астындайда осылай бақылап көріп, өзің қандай реакция танытады екен деп, осындай слабый бір стволмен астында мынандай луковицасын мен тыға салған болатынмын. Содан өніп шыққан міне 3 луковицадан 3. Яғни осы сорты да алсаңыздар, сіздерге қиыншылық тудырмайды өсіру барысында. Енді жасылда мен недавно алдымда, бұл үлкен мынандай құмырада өсіп тұрған, то есть осындай құмырада өсіп тұрған үлкен болып, бірақ та осындай Голландиядан жеткенше технический срез, яғни технический осындай ұрылулар, соғылулар, мыжылулар, контейнердің ішінде ыстыққа басылып қалу деген сияқты осындай түрімен алған болатынмын. Жеңілдікпен өзіме арнайы, және де оны 3-ке бөлдім. Соның біреусі менде сатылды, мұстыр 2-сі бар, осыны көрсете берейін сіздерге. Енді, егер кислицаңыздың жағдайы жақсы, және де оның өзіне лайықты топырағы, және де осындай арнайы лайықты құмырасы болса, сіздің кислицаларың, қараңыздар, міне қолдарыңыздың жартысын алып тұратын болады жапырақтар. Бұл өзі сорты осылай. Таза күлгін түсімен, күлгін түсіне тағы да қанық күлгін түс түскен, яғни фиолетовый түс білесіздер. Қазір мына жерде суретін қалдырып өтеп, әртүрлі түстерінің атауымен. Сол осындайда қараңыздар, жапырақтары үлкейеді және ұзарып жақсы өседі. Сосын влагасын жақсы сақтаған кезде, міне тургур деп қоямыз ғой, қаттылық, қақиып тұруы. Осылай қақиып, ешқандай жалпимайды, қақиып әдемі тұрады. Осындай кислица гүлі сіздерге гүлдейтін, тез өнетін, ешқандай күтімді қатты қажет етпейтін, әдем болып, пышный болып ашылатын гүл іздесеңіздер, кислицаның сортымен өсіріңіздер. Бұл біріншіден. Екіншіден, кислица гүлінен қалай атроска алу? Енді мына жасылдан алмаймын, өйткені бұны бөліп қойдық. Маған бөліп көбейткен ыңғайлы. Бірақ эксперимент ретінде біреуден гүл көріңіздер, бөліп бере алмайды. Например, осы сортын көрдіңіздер, сіздерге бөліп бере алмайды. Бірақ сіздер қалай атроска алу керексіздер, гүлге зиян келтірмей. Және бұл гүлдің арнайы топырағын атап өтем. Атросканы қалай алады, соны до конца сіздерге видеоның соңында көрсетем. Үзбей видеоның соңына дейін көріңіздер. Және де жарық қандай жерде тұру керек, барлығына толықтай ақпарат беріп өтем. Атроска алу үшін ең алдымен осындай ұзын мейлінше, өткені мынаның ұзындығына байланысты ұзын мейлінше банк аласыздар. Ол банкыма не, бірақ кружкама стекло болу керек. Міндетті түрде осындай қайшы секаторларыңыз болу керек, және де оны қайшыны обработка жасау үшін бізге осындай дәкедегі спиртовкалар керек. Яғни, былай айтқанда спирт мынаның іші, мен уже сүртіп біреусімен дайындап қойдым. Міндетті түрде бұл спиртті таба алмасаңыздар, кәдімгі спирт, сұйық спиртті мақтаға салып, мынаны сүртіп, былай айтқан кезде залалсыздандырып аласыздар. Ол жоқ болса, спирттің себілетін түрі бар. Соны сеуіп залалсыздандырасыздар. Ол жоқ болған жағдайда перекспен сонымен сүртіп шығасыздар. Так, мен айтып болдым, не нәрсе керек екен. Енді созатын видео емес, сондықтан нақты әрі қысқа да нұсқа айтайын сіздерге. Фитильный поливтегі нәтиже мынау 2 апталық. 2 апталық осындай құлақшалап, бұл тоқтамай жазға қарай әрі қарай үлкейіп өсе береді. Мынау менде осындай кішкентай, міне осындай ғана кішкентай, қараңыздар, құмырада келді атростикте мыналар.
Бұлар тура солай 2-3 аптаның ішінде өздерін бойларын тіктеп әдемілеп алды. Тез өсет, екі сорты да. Луковицамен өсетін кислица да, және де мына шырша дәріздес астында дәннен өсетін кислица да, мен сөйтіп айтам, мен дәннен деп, екеуі де тез өседі, тез рост береді. Самое главное бұл таңғы уақытта ғана түсетін, терезеге қойсаңыздар, түстен кейін күн түсетін, былай айтқанда таңертең түсіп, айналып, кешкісін қайттан түсетін терезеге қойсаңыздар, оны қалай деп атайды білмеймін, менде сондай терезенің алдында жақсырақ өсіп тұр, біріншіден. Екіншіден, өзіне лайықты топырақтың құрамын айтам, міне қараңыздар, құлақтап 2-3 аптаның ішінде мына жерде санап айта алмаймын, 20 шақты жапырақ шығарды. Мынада да солай, мынада да солай. Астынан еще тағы да гүлдері, қаншама гүл жапырақтар ашылып жатыр. Осылай өсу үшін сіздерге кокосовый брикет, яғни ылғалдылықты жақсы сақтайтын кокос брикет керек. Мен қазір суреттермен салып өтем, дұрыс нақты білу үшін. Перлит көп мөлшерде, вермикулит көп мөлшерде, аз мөлшерде циолит, диатомит, древесный уголь қосасыздар. Болды. Осы дүниемен жасалған топырақ сіздерде ылғалдылықты жақсы көреді. Бұның тамыры соған байланысты. Тамырларын қараңыздар, ылғалдылық 70-60% сақталған кезде өте мықты өседі. Бұл бірінші залог. Мынау кішкене енді ауырған күйінше алдым, соны адаптация жасап жатырмын. Бұның тамыры енден шығып жатқаннан кейін бойын енді тіктеп жатыр, көріп тұрсыздар, иә? Ал кеткен кезде тамыры одан да әдемі көрінеді. Енді гүл дейтін әдемі пышный өсетін гүл іздесеңіздер, кислицаның кез келген сортына ақша құйып алып өсіре беріңіздер. Ойланбай-ақ. Енді қазір жасылдан отростка алмаймыз. Жалпы бөлдім дедім. Кислицаларды бөліп, әрбір луковицасы қалып кетсе, бір луковицадан да өсіріп бөлсеңіз болады. 10 шақты луковицаны салсаңыз болады. 10 келсе 5-5-тен бөлсеңіз де болады. Бөлу методын айттым. Жасылда да солай, өзі бөлініп, шырша астында тәріздес дәні болады, соны бөліп отырсаңыздар да болады. Енді бөлмей, біреудің үйінен ретке сорт көріп, маған отростик берші деп, нақты гүлге зиян келтірмейтін отростик ала білу үшін сіздерге мына методты көрсетем. Обработка жасатқан секаторларыңыз болмаса, қайшыларыңыз аласыздар да, ең ұзын болып тұрып өсіп тұрған, түбіне жетер-жетпестен, міне 5-6 сантиметр жетер-жетпестен түбіне апарып қиып аласыздар. Осы сабақтан кислица өніп шығады, мен сіздерге айтайын. Міне, алдағы уақытта оның результатын сіздерге көрсетемін. Қатты ұзын болып кеткені мысалы сізге кедергі келтіретін болса, осылай қиып алсаңыздар болады. Мысалы осындай қатты ұзын болып тұрған, яғни былай айтқанда, кішкентай балаларын қалдырып, үлкен маточнигін қиып алсаңыздар, содан өнеді. Және де бір қиған кезде 10-15 талшыққа дейін қиюға мүмкіндік бар. Қорықпай, гүлге одан зиян келеді, гүл одан ауырып қалады демей-ақ, қорықпай аласыздар да, міне. Осылай отросткілетіп ала бересіздер болды. Сол гүл өсірген адамнан рұқсатын сұрап алып, қия бересіздер. Осылай гүлді қысқартсаңыздар болады. Енді қысқартпайын пышный қылып өсіріп, өзімде қалады деп, өзіңіз үшін алған сортты бөліп отырғызған жақсы. Енді біреуден көрсеңіз, осындай кішкене пышнотасын азайтып, өйткені қараңыздаршы, сіз қаншалықты тағы бір правила бар. Мысалы, сіз қаншалықты қиып алдыңыз? 1, 2, міне, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 қиып алдық па, мына кішкентай есептемеген кезде. Енді астында мына шығарып атқан өскінді санайсыздар. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, мынау түбіндегі мен 8, 1, 9, 10. Яғни қанша өскін шығып тұр, сонша, жаңа өскін шығып тұр, соншалықты осындай талшығын қиып алсаңыздар болады. Бұл бір тағы бір правила. Именно осы луковицадан өсетін сортынан, ал мынадан қанша қисаңызды өзіңіз білесіз. Тура мына кислицаның түбінен мынаның бәрін қырқып алып тастасаңыздар да қайтадан қаулап шығады. Егер сіздердің топырақтарыңыз дұрыс дайындалған болса, мен жаңа видеоның алдында айтып кеткендей, дұрыс құрамды ылғалдылықты ұзақ уақыт сақтай тұра, тез кебуге бейім рыхлый топырақ жасай білсеңіздер, яғни борпылдақ. Сіздерде сөз жоқ, бұл гүл жаз бойы, қыс бойы сіздерді қуантып, пышный массасымен өсіретін болады. Енді қараңыздар, сол алынған мына таяқшаларды астына міне банкаге салып, тұндырылған таза су құясыздар да, міне мына жер сызығына дейін, яғни мына сызыққа дейін бір
200 мл су болады. Сол 200 мл суды құйып, және құйып тазартып жумаймыз тамыры шыққанша. Тек үстіне еселеп отырамыз суды. Сөйтіп мына өзі гүл қай жерде тұр, соның жанына апарып отросткілетіп тамыры шығуын күтеміз. Әрі қарай тамыры шыққаннан кейін сіздерге қалай топырақ жасау керек, қалай отырғызу керек, қандай ыдысқа отырғызу керек, барлығын ақпарат беретін боламын. Келесі видеода күтіңіздер. Келесі видеода кездескенше қош сау саламатта болыңыздар. Менің видеом ұнаған болса лайк басып, комментарий жаза кетіңіздер. Сіздерде қандай сорты бар, қалай өсіріп жатсыздар, қалай бейімдеп жатсыздар, барлығын пікірге жаза кетіңіздер.